Сәлем достар, біз бүгін Зәру екеуміз ежелгі Талхиз қаласына саяхаттадық болғанда қысқаша шолу ғой. Соны көріңіздер. Алдын ала рахмет. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алдымен біз автобус күттік. Сөйтіп автобус кегесін, онымен жарты жолға жетіп, артынша таксиге отырдық. Сөйтіп таксимен 5-10 минут жүріп, қаланың сыртына келдік. Сыртына болғанда әлі алыстау қаладан. Ары қарай жаяу жүру керек болды. Ежелгі Талхиз қаласы ана таудың етегінде, өзеннің жанында орналасқан. Ол сол уақыттағы халықтың тұрмысы үшін өте қолайлы болған екен. Бұл жер 2014 жылы ЮНЕСКОның шешімімен әлемдік мәдени мұра қатарына қосылып, оның айласындағы барлық құрылыс тоқтатылған. Атап айтқанда мына мост. Бұл жер ЮНЕСКОның тізімінде әлемдік мәдени мұра ретінде андай қорғалады да, аяғының бәрі қоршалған. Сөйтіп біз кесіртке сияқты кірдік ішіне. Енді жақсы жақын. Несі айфон? Бей дұрыстап түсір, е? Айфон қызып кетсе, неді өледі ғой? Мысалы, айфонның андай паролін таппай қалсаңыз ше, мараға вообще ашамай қалсаңыз ше, ваш айфон заблокирован на 50 лет дейді. Повторите попытку через 50 лет дейді, білесіз ба? Ой. Ой. Мараға өтте апасы жермен кетіп барады қой, түсірмей қояйыншы. Обзор жасаймыз. Ұшын мынау дала деп тасыйымыз ғой. Біз жаңа нең тана аяқтан бастағанбыз. Мұны аяқтан. Нормально жол жүріп жатық, е? Е. Қаланың тарихы өте тереңде жатыр. Ол 982-983 жылдары Худуд аль-Алем атты кітапта кезіккен екен. Ал кей деректерде 13 ғасырда атылған. Достар, мынау тұрған мынандай тұр ғой, кәдімгі фундамент. Сол баяғы заманда салынған. Әлі сақталған. Төбедегі құрылыс. Ал мынау тротуар. Алдында осы жақпен жүрген. Мен бәрі үй болған негіз. Мен бәрі үй болған. Достар, мынау бір үй, үлкен үй екен. Кішкентай болды ғой, ба? Мына үйдің есігі. Көрініп тұр ма, білмеймін. Барынша көрсетуге тырысып тұрмын. Мне кажется, балшық, тастың үстіне балшық салынған. В общем, үйден бұлай өтесің, яққа өтсең тағы бір бөлме. Бұл қол ғой. Бұлай қарай тағы бір бөлме, или екі қосылып кеткен ба, түсінбеймін. Жер кішкентай бір көше болған сияқты, примерно 1,5 метр. Ал мынау үй. Мынаяқ үй. Көшемен бұлай қарай жүресің. Анаяқта үй негіз. Бұл көше ғой. Мына сыртқы стенасы примерно 70 сантиметр жоқ. А бұлай қарай бұрылсаң, тағы кетесің. Сосын бұлай кетуге болады. Мына главный проход сияқты. Өйткені мына жер үлкен екен. Міне өтетін осы жерге. Мына Зәрік. Арамен төбелесіп тұр. Қайт Зәрік. Қайтсай. Талхиз 13 ғасырда жоңғар шапқыншылығына құлаған екен. Осы салдарынан сауда тоқтаған, қала тоналған, қырғынға ұшыраған. Ал кейіннен Шағатай ұрпақтарының ісімен Әмір Темірдің шапқыншылығы қаланы бір жолата қиратқан екен. О, сияқты жүрер. Бұл өңірде Сақ, Үйсін, Қаңлы, Қарлық, Түргеш, Дулат секілді іргелі тайпалар тұрған дейді. Мына қалада да. Менің артымда тұрған сарайшықта, сарайма бір-еке. Сол осы полный Талхиз қаласының кіреберісі. Қала осы жерден басталған. Бірақ та бұл бұрыннан келе сақталған андай емес. Ескерткіш. Ескерткіш емес, сарай емес. 2014 жылы салған. Осы қаланы еске алу үшін. Мына жабық тұр екен. Бұлай өтеміз. Ғашықтыр онда. Бүйтіп келеді да. Дадам.
кесене деп мақтай бер. Кесене емес па? Бармайсың ба? Жоқ. Тұра тұр онда, мынау жағының есігі. Есігіңіз ашық па, біле бір қой, ешкім келіп тұрады. Бірдеңке жоғалып кетсе, менен көріп кетеді. Мынау примерно бір 7 метр. Может 7 метр. 2 этаж үймен бірдей о. Сол. Міне. Лепта тұрды. Менің артымда полный талхиз қаласыздар. Пони деймін. Пони. Қаланың алды. Қала дей бергеніз. Сарай. Жанында отырсың. Достар, осымен біздің қалаға қысқаша шолуымыз бітті осымен. Бұйыртса, дұрыс камера болса қайттан түсіреміз. Одан кейін, мияқтан кіру керек екен де. Мынау, иә.